бала жақсы болсын десек, онда бірінші өзіміз дұрыс болуымыз керек, және одан кейін дұрыс ана таңдай білуіміз керек. Дұрыс ана таңдай білуіміз керек. Имам Ибн Ади, имам Асакирлер келтірген хадис бар. Енді хадистің иснадында әлсіздік бар, бірақ мағынасы басқа сахих хадистерге сай келеді. Осы хадисте пайғамбарымыздан риуаят етіледі. Пайғамбарымыз айтты делінеді: "Иякум ва хадрa'ад-диман". Хадрa'ад-диман деген араб тілінде қоқысқа өсетін шөп. Былайша аударғанда қоқыстың гүлінен сақ болыңдар деді. Сонда "Ва ма хадрa'ud-диман я Расулаллах". Қоқыстың гүлі не я Расулаллах деп сахабалар сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-мар'атул хасна фил манбатис-су". Яғни жаман жерден шыққан сұлу әйел деді. Жаман жерден шыққан сұлу әйел деді. Ойлап қараңыз әлгі. Сіз роза гүлін көресіз. Роза гүлі қандай әдемі, түрі тартымды, бірақ қоқыстан өсіп шыққан. Яғни ол қоқыстан нәр алған, оның бойында қоқыс тұрды. Сол үшін де ол бағанағы ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілет демекші. Ол жаман отбасында өскен болса, жаман тәрбие көрген болса, әлбетте соны ертең сіздің балаңызға береді.